Спортсмен из Казахстана Мухаммед Али Курбан. Жартылай ауыр салмақтағы жекпе-жек Мухаммед Али Курбан назарларыңызда. Жасы 26-да бұл спортшының былайша айтқанда медиа жекпе-жек деуге болатын шығар. Лиганың жұлдыздарының бірі Нұрғиса Үмбетовке қарсы өнер көрсетеді. Үмбетов сәл кейінірек шығады алаңға. Ал Мухаммед Али Курбан үшін бұл дебют. ММА-дегі алғашқы жекпе-жегі. Ең алдымен Мухаммед Али Курбан аспаз ретінде танымал, 10 жылдық тәжірибесі бар екен. Демек, Нұрғиса Үмбетов пен Мухаммед Али Курбанды октагонның алаңынан бөлек тамаққа деген махаббат біріктіреді деген сөз. Нұрғиса Үмбетов те тамақты жақсы көретін соншалықты бургер ұстап шығатын бір жайы бар еді ғой. Көрейік бүгін октагонға беттеген кезде бізді қандай бір перформанспен таңғалдыруға тырысады екен. Спортқа деген жолын Мухаммед Али Курбан күрестен бастаған. Сондықтан оңай шабылатын жаңғақ емес. Оның қарсыласы қызыл бұрышқа Қазақстанның жауынгері шақырылады. Красный угол клетки его соперником также из Казахстана. Поприветствуйте Нурғиса по прозвищу Панда Үмбетов. В синий угол клетки. Бойцу 26 лет. Рост его 169 сантиметров. Вес 93 килограмма ровно. У него сегодня профессиональный дебют в клетке. Он представляет Казахстан. Встречайте, Мухаммед Али Курбан! А вот его соперник. Красный угол клетки. Бойцу 26 лет. Рост его 169 сантиметров, вес 93 килограмма ровно. Его профессиональный рекорд 2 победы при 1 поражении. Он также из Казахстана. Поприветствуйте по прозвищу Панда Нурғиса Үмбетов. Пожелаем спортсменам удачи. Формула боя 3 раунда по 5 минут. Рефери в клетке Телек Бапанов, Кыргызстан. Бойцы на середину. Бойцы поприветствовали. Вы профессионалы, правила знаете. Экипировку не трогаем, сетку не трогаем. Мои команды выполняются быстро и четко. По углам защищайтесь.
Жартылай ауыр салмақтағы жекпе-жек бүгінгі турнирдің үшінші айқасы. Мұхаммедали Құрбан көкбұрыш, Нұрғиса Үмбетов қызыл бұрышта. Барлығы жекпе-жекке дайын. Тілек Бапановтың рұқсатын күтеміз. Внимание, первый раунд. Алғашқы раунд. Бұл енді ауыр салмақтағы жігіттер болғандықтан бұндай жекпе-жектер көбінесе бір мезетте жылдам аяқталып қалуы да мүмкін. Сондықтан мұқият болыңыздар. Үмбетов аралас жекпе-жекке дейін тхэквондо жекпе-жек өнерімен айналысқан болатын. Сол себепті де міне аяқтарымен өте жеңіл қимылдайды. Алла. Құрбан Үмбетовтен күрес күтеміз. Құрбан Мұхаммедали Құрбаннан кешіріңіздер. Күрес күтеміз ең алдымен. Мен де аяқпен соққы жасай аламын дейді. Жаман емес. Қазір бұл екі жігіт ММА жекпе-жегін тхэквондодан айқасқа айналдырып жіберді ғой. Жақындауға тырысады. Қолмен соққыларды да қоса бастады. Сәл қашықтық таба алмай жүрген сияқты екеуі өздерінің ыңғайы. Да, не могут пристреляться пока что с начала поединка. Ну, в прошлый раз у Нургисы Умбетова был поединок такой вот, знаешь, оппонент был очень высокий. В этот раз в целом по комплекции, по габаритам практически, практически одинаковые оба бойца. Да, и рост даже одинаковый. Құрбан қашықтық сақтағысы келеді. Және бір қызығы басын тым жоғары ұстайды екен, өте қауіпті бұл жерде. Қазір бір қарсы бір соққыға ұрынып қалса, жағдай қиын болады. Басына көңіл назар аударып қарап отыр қазір. Құрбанның соққы жасаған кезде басын тым биік ұстайтын сияқты. Тамаша, қарымта шабуыл бұл жерде. Здесь попал Нургиса. Было попадание. Мухаммедали Құрбан у нас дебютант сегодняшнего турнира. Қарқын бәсеңдей бастады. Қазір Ну, вот, если такой бесконтактный бой применять, то, конечно, да, можно устать быстрее, чем обычно. Тиді соқ. Друзья, уважаемые, чтобы наших бойцов зарядить их своей энергией. Арена там тырыс, я. Джеб. Өз күш қуатын үнемдеп қазір Нұрғиса жұдырықтаса бастады. Денеге жасалынған соққы. Тағы да міне қашықтық жоқ. Ауа кермеп жүр. Тейкдаун от Умбетова. Нағыз ауыр салмақтағы жігіттерге тән тейкдаун, е? И пошел граунд-паунд. Добивание сверху от Умбетова и рефери поединок остановил. Тамаша. Бұрыннан бері осын жасау керек еді ғой, е? Не керек бар? Ауа кермеп, соққы жасап, терлеп уақыт кетіріп. Хотел, наверное, нарисовать, чуточку подвигаться, почувствовать октагон, дать возможность все-таки Мухаммедали Құрбану также поработать. Этот поединок был остановлен в первом раунде на 3-й минуте и 8-й секунде. И тем самым техническим нокаутом победу одержал Нургиса, он же Панда Умбетов. Казахстан. Фирменный шпагат от нашего бойца.